Сұмдық. Желіде Украина қарулы күштеріне тұтқынға түскен қазақтың видеосы тарады. Видеода тұтқындардың бірі Қазақстан азаматы екенін айтады. Украина қарулы күштері Ресейдің атынан соғысқа қатысқан қазақты тұтқынға алды. Украина әскерлері бір топ ресейлік сарбазды тұтқынға алды. Видеода тұтқындардың бірі Қазақстан азаматы болып шықты. Мұнда қалай келдің деген сұраққа ол жұмыстан алып кетті деп жауап берген. Тұтқынның аман қалғаны немесе қамауда екені белгісіз. Өйткені украиндықтар өз жеріне қарумен келгендердің барлығын жоюға құқылы делінген хабарламада. Сыртқы істер министрінің ресми өкілі Айбек Смадияров Украинадағы әскери операциялар кезінде болжам бойынша тұтқынға алынған этникалық қазақтың видеосына қатысты өзінің пікірін білдірді. Ол министрлікке Украинаның құзырлы органдарынан Қазақстан азаматтарының ұсталғаны немесе қарулы қақтығысқа қатысқаны туралы ресми ақпараттың келмегенін мәлімдеді. Өздеріңізге белгілі, мұндай әрекеттер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қылмыстық жауапкершілікті көздейді деп жауап берді ол журналистерге берген сұхбатында. Сондай-ақ ол қазақстандықтар Қырым және басқа да даулы аймақтарға Украина билігінің рұқсатынсыз барар болса, олар Украинаның басып алынған аумақтары мәртебесі туралы заңын бұзатынын айтты. Еске сала кетсек, Қазақстан азаматтары басқа елдердегі әскери қақтығыстарға қатысса, жалдамалы әскер ретінде қылмыстық баппен жазаланатын болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.